грантқа бола өзінің өмірін құрбан етті да. КВНнің арқасында СЗУ-ға журналистика грант ұтып алдым. Мамандық таңдап университет таңдап. Тағы келесі қандай сұрақтар болуы мүмкін, түлектерді қызықтыратын. Барлығын оқимын түсіндірмейді. Тоже жай жүресің бе бір? Қысқа шорты футбол ойнап жүре берсең болады. Ішіп отқан тоже су ба? Олар да басқаша. Мысалға? Бізде басқаша. Бізде тоже басқаша. Оны да біліп барың же. Бәрі біліп барың ясадың. Самалмен сенен мықтысы болса оқуға болады сабақ. Сіз өзіңіз сондай адамдардың ерекше қасиетін. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз жоғары сынып оқушыларына Қызылорда білім инновация лицейінің түлектері, қазіргі таңда еліміздің жоғары оқу орнында оқып жатқан түлектері болып, 11 сыныптарға жалпы мамандық қалай таңдау керек, университеттегі өмір қалай деген сияқты тақырыптарда сол талқылап, сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біз сіздерге мынаны істе демейміз, осы видеоны көргеннен кейін өздеріңіз қорытынды шығаратын боласыздар. Алдағы қызықта бізбен бірге болыңыздар. Мамандық қалай таңдаған дұрыс және неге сүйеніп таңдаймыз? Мамандықтардан бірінші өзінің ойына қарап таңдау керек. Ең басты мәселе осы ғой, бәріңіз білетін. Яғни сырттан адамдардың кеңесін тыңдамау керек деп айтпаймын, тыңдау керек, бірақ өз ақылына салып, өзінің анализ жасап, өзіңе не ұнайды, соған қарап таңдау керек. Сен қалай таңдадың? Мысалға мен олай таңдамадым. Сол үшін мен айтып отырмын да. Сен қазір өкінбейсің осында? Қазір сен үшінші жоқ, мен қазір өкінбеймін. Өйткені 10 сынып бітірген кезде мен әлі мамандықты өзім таңдап үлгерген жоқпын да. Сразу 5-6 мамандық болды, мен қатты бағым келген да. Қайсысына барарым өзім бірақ шешкен жоқпын да. Барлығынан қызық болды. Барлығын көрсем деп ойладым. Сөйтіп әркімнен былай сұрап көрдім. Бірақ ең қалай ата-анам да келіскен, жаңа 5-6 мамандық ішінде болған сол бір ғана мамандық болды, экономика деген. Соған тапсырып, соған байқамай түсіп кеткем. Соны оқыдым. Қазір енді? Оқыдым сол. Келесі жылы болмайды деп. Сіз өзі? Естіген жоқпын. Ұнаймайды сол мамандық не? Қазір ұялмайды. Сонда сен не қанда басында ата-ананың несімен түстің ба? Айтуымен деген сияқты? Андай бұйрық беріп бүйтіп түс деп ондай болған жоқ, бірақ әсері болады ғой енді қанша дегенмен. Тапсыратын кезде 4-5 мамандықтың ішінде біреуді таңдап алған. Иә. Яғни ата-анам айтқан мамандық, ұсынған мамандықтар болды, өзімнің қалаған мамандықтарым болды, ішінде сәйкес келген сол бір ғана мамандық болды. Қалғандары жаңағыдай врач, сондай бірдеңе. Ондай қақпайсың ғой. Менің жағдайымда бұған керісінше деп айтамын ба, басқаша деп айтқан дұрыс болар, басқаша болып. Яғни үйде ағам, әкем, анам үшеуі де маған мамандық таңдауға көмектесті деп айта аламын. Яғни өздерінің кеңестерін берді, мына мамандықты оқысаң мынандай болады, кейін мынандай нәрсе істей аласың, мынаны істесең оқысаң мына жерде оқи аласың, мына жерде істей аласың деген сияқты кеңестерін берді өзінің. Бірақ әкем де анам да екеуі де айтты, мамандықты өзің таңда. Біз айтып жатырмық мынандай кеңес, мынандай варианттар беріп тұрық саған, бірақ мамандықты соңғы сөз өзіңде. Қайсысын оқу керек, не оқуың келеді, соны аласың. Кейін ешқандай өзің аны оқуым керек еді, сен маған мынаны айттың деп маған айтпа деп, өзің таңда деп айтты маған. Сөйтіп қазір қандай мамандық? Қазір әлем тілдері және әдебиеті деген мамандықта оқып жатырмын. Өзіме ұнайды. Назарбаев университетінде мысалы бір жыл бейімделу жаңағы фаундейшн оқыдың ғой. Сонда сол фаундейшнға дейін сол 11 сыныптан бері жаңағы әлем тілдері факультетіне түсемін деп сондай ой болды ма? Жоқ, мен фаундейшнда оқып жүрген кезде мен білемін өз мамандық таңдамайтынымды ол кезде. Бір жыл оқып жүрдім, содан кейін мамандық таңдайтын уақытқа келген кезде жаңағы әңгімелер сол кезде басталды. Не істеу керек, қайсысын оқыған дұрыс, бұл университетте қайсысы пайдалырақ, маған қайсысы кейін көп пайда бере алады, қайсысы қолымнан келеді, қайсысы және қызықты деген сұрақтар. Сонда Назарбаев университетіне түсетіндерге әлі қосымша 11 сыныптан кейін де бір жыл уақыт бар. Иә, фаундейшнға түсетін болса, бір жылдан кейін мамандық таңдайды. Яғни бір жыл бойы тағы да ойлануға, университетті көруге, ішінен жоғарғы студенттеріне, жоғары курс студенттеріне тағы да совет кеңес алып таңдауға болады. Қосымша тағы бір жыл уақыт бар, әлде де өзің таңдап қандай мамандық? Жалпы негіз мамандық таңдау ол адам баласының өмірінде бір қиын бір
процесс десек те болады, былай қарапса қысқа процесстердің бірі ғой. Бірақ мен үшін ол қиын болған жоқ та, неге? Өйткені мен мамандық таңдауды 9-шы сыныптан бастап өз-өзіме іштей шешім қабылдап қойдым да. Бірақ уақыт өте келе 11-шы сынып болдық, үйдегілерден көптеген нұсқаулықтар келді да маған. Әкем айтты, дәрігер бол балам деді. Әпкелерім айтты, балам сен инженер болсаң қалай болады деген сияқты. Сондай ұсыныстар келді да. Бірақ мен оларды тыңдаған жоқпын да. Былай айтқанда көптеген конфликттер болып қалды да үйдегі ата-аналармен, туысқандармен. Бірақ соңында мен өз шешімімді қабылдадым да. Неге? Өйткені мен өзім таңдаған мамандығыммен кейін болашағым бар екенін түсіндім да. Мен өзім жақсы көрген мамандыққа түссем, соны өмірімнің соңына дейін алып кете алатыныма өзіме сенімді болдым. Мына мамандық қай класста таңдадың? Сол бағана айтып кеткендей, сол 9-шы сыныпта таңдадым. Өзім іштей таңдап қойдым, бірақ ол кезде үйдегілер білмейтін еді ол туралы. Мен андай болды, мен сол кішкентай кезімде жаңағыдай әдебиетке, сөйлеуге сондай жақын болғаннан кейін ой болды, сол салада журналистика немесе жаңағыдай қазақ әдебиеті деген сияқты, филология деген сияқты түсем деп. Бірақ үйдегілерде де сәл не болды, кейін жұмыста болмай қаласың ба деген сияқты. Бірақ сол ақырына келген кезде соңында түсінді сол өзінің бірақ маған да басында жаңағыдай айтатын да, мынандай болсаң қалай, қазір осы мамандық сұранысқа осындайда айлық көп деген сияқты айтты. Бірақ жеме келген кезде уже ұбт тапсырып барлығы болғаннан кейін нақты таңдауға керек болған кезде айтты, өзің таңдайсың, өзіңе маған мамандық деген сияқты. Мен сөйтіп СУ-дың ішкі грантында КВМ-мен түстім соған. Негізі мен ішкі грантта оқып жатырмын, стипендия алмаймын. Оқу тегін, бірақ ішкі гранттың бір несі. Менде Қазақ ұлттық университетіне грантпен түсуге мүмкіндік болған. Бірақ бұл философия деген мамандық болды да, оның мамандық түсіне қоймадым, ол не ол, қалай деген сияқты. Соны айтқым келеді, сол ата-анаммен де ақылдастым, өзім де таңдадым. Сондай жаңағыдай маған ақша бермесе, яғни стипендия болмаса да өзіме ұнайтын мамандықта қазір оқып жатырмын. Жаңағы философия дегенде есіме түсіп кетеді да. Тағы бір сондай қателік бар, көп кездесетін біздің елімізде. Мысалы, адам өзінің қалаған мамандығына грант саны аз болады немесе. Басы кішкене жетпей қалса, грант үшін ол өзінің қалаған арманынан бас тартып, болмайтын басқа мамандықты оқи салады да, өзі оны түсінбесе де немесе оны оқығысы келмесе де. Ол мамандық мынандай деп айтпай қойын, ондай мамандықтар көп қой. Сол одан кейін физматтан неше түрлі IT-ға неге грант көп, бұл мысалы өзі жаны медицинадан қалауы мүмкін, бірақ IT-ға грант көп болғаннан кейін соған кетіп жатады көп адамдар. Қазіргі таңда мысалы ашық шындық деп айтуға болады. Иә. Бірақ мысалы көп адамдардың оған қабілеті болмауы мүмкін. Ол физмат деген оңай нәрсе емес қой, ол көп мамандықта 4 жыл оқып, әшейін дым түсінбей, просто дипломмен ғана шығады да, мамандық бойынша сосын жұмыс істемей басқа бір жерде жүреді. Яғни оның басындағы қателігі просто грант үшін тек өзінің мақсатын, арманын басқа мамандыққа өзгеріп тастады да, сөйтіп бүкіл келешек өмірін өзгертіп жіберді десек болады. Грантқа бола өзінің өмірін құрбан етті да. Ол дұрыс емес нәрсе. Дұрыс емес нәрсе. Өзінің қалап тұрған аз болса да, көп болса да оған оқу керек та ол. Өйткені ол ішкі жан дүниесі қалап тұр да. Онымен өзінің болашағы бар екенін біліп тұр. Неге оны ақылы түрде болса да, мысалы, миллион болса да жылына оқымасқа мысалы. Егер сен ол мамандықта өзіңнің болашағын сезініп тұрсың. Осы бір неде лицейде оқыған кезде бір мұғалім айтатын тұғын. Сол егер сен ақылы бөлімде оқып жатсаң, сенің өзіңнің болашағың үшін ақша құйып жатсың деген сияқты ше. Если сен сол мамандықты жаның қаласа, ары қарай мысалы 4 жыл оқыған құртқан ақшаңды қайтарып ала аласың деген сияқты. Если сол мамандықты қалап оқып шығатын болсаң. Қай мұғалім? Номерін Рүстем деген ағай ғой. Кез келген тренер, кез келген коуч болса да, қанша төлейтін ең бірінші айтатын нәрсесі өзіңнің біліміңе инвестиция жасайды да. Содан басталатын нәрсе ғой. Өзіңе керек нәрсе ең бірінші білім болғаннан кейін білім үшін ақша төлеу ешқашан жалпы емес. Сонда мамандық таңдаған кезде жалпы басты өзіңе сену керек, қосымша басқа адамдардың ақылын просто ескеру керек, Ескеру керек, бірақ шли олар айтты екен деп, олардың айтқан түсе салайыншы осыған деп болмайды да ондай. Өзіңнің ішіндегі қалаған мамандығыңа түспесең, кейін оқуда, оны университетте оқу да қиын болады, онша жұмыс істеу де қиын болады. Лучше басында кішкене ойланып, нормальный мамандық таңдау керек та. Таңдауға келгенде 70-30 болу керек қой. 70% өзіңнің қалап тұрған мамандығың, 30%-ың ол да шешіп кетуі мүмкін да ата-аналардың саған.
бір сенің ойламаған нәрсеңді ойыңа салып иә ол да мүмкін иә деп түсіп қалса, мысалы ата ана біледі ғой сенің баланың қабілетін қандай нәрсеге икемі келетінін, қандай нәрседе өзінің баласын көргісі келетінін. Мысалы ше біреулер іштей жасырын қасиеттері болады ғой, мысалы домбыра тарту. сенің бойыңдағы қасиет мен көруім мүмкін деген сияқты. Иә, бірақ ол ата ана ғана байқалады өзінің баласын. Біреулер мысалы өнерге жақын болуы мүмкін да, бірақ ол бала өзі там басқа мысалы қандай гуманитарлық жаққа кетемін деп жатқан кезде ата анасы айтуы мүмкін, балам сен өнерге жақынсың ғой, осылай көрсе бағыңды сынап деген сияқты ше, өнерің бар ғой жерде қалмайсың ғой деген сияқты. Сол кездерде де ата ананың көмегіне жүгінген дұрыс. Енді екінші сұрақ, университет таңдаған кезде қалай таңдадыңыздар? Және осы жоғары сынып оқушыларына кеңес ретінде қалай таңдаған дұрыс, неге сүйеніп таңдаған дұрыс? Бірінші мамандық таңдап алып барып университет таңдаймыз ба әлде? Қазіргі таңда көбісі университет таңдап, сосын барып ішіне мамандық іздейді да, ол дұрыс па, бұрыс па? Университеттің престижіне қарап, или мына жерде оқығым келеді. Иә. Осы жерде оқып жатыр балам деп ертең ата-анам айтсын деген сияқты түседі да кейбір адамдар. Ол дұрыс емес. Ол қате пікір негізі. Дұрыс емес дегенде қателіктер бар ғой. Ең жақсы вариант емес та ол кезде өзіміз үшін. Мысалға біз бағана айттық қой, мамандық бірінші таңдаймыз да. Сосын ол мамандықты қай университетте жақсы оқытып, қай университетте жақсы білім аласың, соған түскен дұрыс та. Бағана вариантқа. Енді қазір оқып жатқан универлерің туралы айтайықшы мысалы. Қазір оқып жатқан универлеріңдегі бірінші мамандықтар таңдағандарыңды білдік, енді университетті қалай таңдадыңдар сол? Неге сүйендіңдер деген сияқты, ол кезде де тоже. Жақсы университеттен басқа. Мен таңдаған жоқпын, олар мені таңдады. Назарбаев университетті қалай таңдадым? Бірінші, өздерің айтқанда мамандықтан бұрын, мамандықты айтатын болсам, Назарбаев университетте медицина мамандығы қатты дамымаған, яғни дамымаған болғанда кейін врач болам негізі мамандық қондай. Иә, врач болам деген адам дәл қазір Назарбаев университетіне түскен керек емес деп ойлаймын. Ол мен жеке пікірім өзімнің. Және сол сияқты бірнеше тағы мамандықтар болуы мүмкін, бірақ олар мені қызықтырған жоқ. Яғни мені қызықтыру мүмкін мамандықтар, яғни жаңағы әлем тілдері, әдебиеті, экономика және инженер. Осы үш мамандық мені қызықтырды. Үшеуін де университеттен таптым. Одан бөлек, яғни осыны ойладым. 10-шы класстан кейін Астанада жүргенде осы сол жақта оқитын ағалармен университетке бардым, сол жақтан сұрадым, көрдім, өзім жүрдім сол жақта жазда. Бір 3-4 сағат бойы соның ішінде экскурсия жасап, барлық нелерін айтты маған универдің. Маған универдің қатты ұнағаны ол ішіндегі свобода деп. Яғни саған біреу бір нәрсе істе деп айтпайды, барлығы өзіңнің қолыңда өзің білесің деген сияқты. Басты түсіну свобода ма бірінші таңдап? Яғни свобода деген бостандық свобода емес. Негізі былай қарайтын болсаң, кез келген нәрсе свобода болу керек. Кез келген нәрсе үйде де болса да, мектепте де болса да, университетте де болса да. Ол менің ойым, жеке пікірім. Яғни адам біреуге бір нәрсе істе деп отырып істегеніне қарағанда адам менің өзім жеке пікірім бойынша мен өзім бір нәрсе істегім келіп істесем, мен жақсырақ істеймін. Таңдау болу. Мен өзім таңдауым өте маңызды. Мен соны түсіндім, что Назарбаев университетте оқысам, мен өзім таңдауыма, яғни біріншіден өзімді сыйлағаным болып түсінемін, егер мен өз таңдауыммен жүрсем. Сондықтан осы бір өте маңызды себептердің бірі деп айта аламын, Назарбаев университетке түскен. Және де ол білімі жағынан уже айтпаса да түсінікті болып тұр ғой. Иә, ол жағын айтпай қояйық. Енді бұл жерде студенттердің, профессорлардың студенттерге деген қатынасы, ішінде жұмыс істейтіндердің студенттерге қатынасы, студенттердің студенттерге қатынасы деген сияқты жағдайлардың барлығында өте жеңіл, ешқандай, яғни формальность аз болғанда сен мынандай істеу керексің деген нәрселер өте аз, яғни адам өзі істегісі келген нәрсені істеуге болады дегендей.
Мысалы осы жерде қазақ ұлттық университеті не деген сияқты ұлттық университеттерде андай волонтерствоға уже міндеттеп тарту деген сияқты нәрсе бар ғой. Мен айта аламын, Назарбаев университетте волонтерствоға тартатын нәрсе жоқ деп. Өз еркіңмен Мен өзім көрген жоқпын деп 100% айта аламын. Міндеттеп жаңағыдай барасың куратормен ондай. Ондай мүлдем жоқ. Волонтерлардың клубы бар, ол жерге адам кіргісі келген адам кіреді. Барып жұмыс істегісі, көмектескісі келген адам көмектесіп болды. Осындай жағдайлар өте көп. Ешкім еш нәрсеге тартпайды, еш нәрсе қыспайды, бір нәрсе істеу керексің, оқу керексің, бару керексің, келу керексің деген еш нәрсе жоқ. Осы нәрсе мені қатты тартты университетке. Қазіргі таңда енді барған кездегі ощущение қалай? Мен барған кезде осыған көзім жетті. Қазір айтып отқаным, енді фаундейшнда оқыдым, қазір 2-ші курс бітірдім, 3 жыл оқып тұрмын ғой. 3 жыл оқыған кезде, егер мен сияқты өмірге деген көзқарасы адам болса, яғни көзқарасы бар адам болса, яғни өзінің выборын, өзінің таңдауын жоғары қоятын, өзі істегісі келген нәрсемен айналысқысы келетін адам болса, мен осы университетті кеңес беремін. Асылбек, сенде қалай болды енді жаңа осы сұрақ, Шерханның жауап берген сұрақ бойынша? Негізі түлектерге кеңес, ол университет таңдардан алдында негізі көп адам ізденісте болу керек та, зерттеуде болу керек та. Мысалы, қай университет қандай бағытқа арналған деген сияқты. Мысалы, менің болашақ мамандығым шетел тілдерінің мұғалімі да, былайша айтқанда. Мен ойландым, одан кейін Қазақстанда тілдерді, мысалы шет тілдерді қай университеттер жақсы үйретеді деген сияқты сұрақ туындады. Мен өйткені бірінші мамандық таңдадым, содан кейін университет таңдаған кезде сол сұрақ автоматты түрде ойыма кетті. Одан кейін маған үлкен әпкем айтты маған, Алматыда Абылайхан деген университет бар, халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті деген. Сол жақта тілдердің фундаменті қалыптасқан, бәрі күшті деген сияқты айтылды. Негізі фундаменті бар деп, сондай бағытқа арналған деп. Мен сол кезде өзімнің туысқандарыма ақылына жүгіндім. Қазір өкінбеймін, сол нәрсеге мен көзім жетті да. Негізі оған дейін менің өзімнің ойым Қазақ ұлттық университетіне түсу болған тұғын, ал сол жаңағы өзімнің сестраларымен ақылдасқаннан кейін сол ойды өзгерттім да. Мен қазір оған өкінбеймін мысалы. Басында мамандықты өзің таңдадың, универде более жаңағы сырттан адамдардың ақылмен таңдадың, ол мамандықты мен жасаймын да, мысалға ше, ал университетті үлкен кісілер біледі. Олар көбірек біледі. Бұрыннан біледі, оларда өмірлік тәжірибе бар да. Олардың өздерінің құрдастары бар, мысалы, қай жақта оқыған, қай мамандыққа бейімделген. Бізден бұрын көрген, ол нәрселерді. Бізден бұрын көрген, көзі жеткен, былайша айтқанда. Мен соңында мен сол туысқандарым айтқан университетті таңдадым, жоғарғы оқу орнын таңдадым. Қазір өкінбеймін десем болады мысалы. Соны мысалы түртіп алсаңыздар болады. Мамандық таңдағанда ең алдымен өздеріңіз таңдайсыздар. Универде адамдардың сырттағы әке-шешелеріңіздің, туған-туысқандарыңыздың ақылдарын тыңдағандарыңыз дұрыс болады. Себебі олар бізден бұрын көрген, көбірек біледі деген сияқты. Айтып кетсем, менде де соған ұқсас жағдай болды. Яғни мен экономика мамандығын таңдадым ғой бірінші. Одан кейін енді университет таңдайтын болсақ, бірнеше вариант бар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, ЕНУ, нархоз, немесе Букетов деген сияқты маманданған алдына үшеуін айтып енді мен өзім Алматы қаласы маған қаттырақ ұнайды деп әңгіме шарик көбісіне ұнайды ғой негізі. Екі вариант болды да. Университет таңдауда қалада әсер етеді негізі адамға. Мен астананы соғып жауып кетпесін. Шашың түсіп қалдың ба? Әрі мен артқа кетейін ба бүйтіп? Кітаптан арасында қаскелең ғой. Жетіставай ма? Тамыржан арталық болдым. Жоқ, нархоз или казну деген екі вариант болды. Осы екеуін таңдайтын кезде мен сәл ойландым. Сәл емес, біраз ойландым. Казнуда көп профильді университет қой. Почти барлық мамандық бар да оның ішінде. Соның ішінде бірнеше факультеттер мықты, соның ішінде көп айтып кеттім. Соның ішінде? Экономика факультетте более-менее жақсы факультеттердің бірі да. Стоит да түсуге оған. Ал нархоз өзі экономикалық маманданған университет та. Сол екеуін қалай таңдадыңыз? Қызық болып тұр да. Нархозда мысалы экономика более жақсырақ оқытатын бет деген сияқты өткен. Ашылғаннан бері. Нархоз жақсырақ. Бірақ бірінші фактор подсознательно дейді ғой, яғни
бұрынғы бір қазақтың әдебиеттерін кітаптар оқисың, классика андай Мұхтар Әуезовтің кезінде. Мұхтар Әуезов мысалы Алматыда Казгуда сабақ берген деген сияқты шығармалар көп кездеседі да. Махаббат қызық мол жолдар мысалға Казгуда оқиды деген сияқты былай. Соған боласыз сонда. Соған боласыз. Жоқ, мен айтайын да. Жоқ, бірінші көп қой факторлар. Соның біреуі деп жәймен бастап жатырмын да. Мектепте жүрген кезде сол жәймен қалыптасып қалғаны. Кейін ойлап жатырмын да сондай. Яғни менің сананың ішінде қалыптасып қалғаны. Одан кейін екі университеттен таңдайтын кезде бұрын бітіріп кеткен, яғни сол жақта Алматыда оқып жатқан ағалардан сондай таныстардан сұрайсың ғой, қай университет жақсы деген сияқты. И бірнеше адамнан сұрадым, маған барлығы Казгуда түскен дұрыс деді да. Наркотикті қалай жамандағанын айтпай қойдым. Жамандаған жоқ. Екеуін салыстырғанда маған Казгу жақсырақ деп айтты да, маған қарап тұрып айтты да. Әркімге әртүрлі ғой. Саған Казгу келеді деді да. Түрің Әл-Фараби ұқсап келеді. Мен сұрап жүрейін жаңа университет таңдаған кезде КБТУ университетінде МШ-ні білесіз ба? Кімді? Международная школа экономика дейтін бар ғой КБТУ-да. Сол тұрғыда дейін. Негізі сол экономика мамандығы бойынша негізі сол күшті не тапсырмайсың жоқ. Қазақстандағы негізі топ 1 деп соны айтады негізі. Вообще мен оны қарастырған жоқпын. Мен просто қарастырмағасын елдіріп тұрмын. Негізі былай ғой Шерхан, ол жақ қарастырмағаннан бұрын ол жақтың тапсыру емтихандары басқаша ғой былай қарап. КБТУ иә? ОБТ-мен түспейді да, ол жақ ОБТ нәтижесімен түспейді. ОБТ-тан басқа шамасы келмей тұр ғой. Жоқ, оны емес. Өзім неге лафаға үйреніп қалған адамды білсе деп. Бәрі сондай ғой жерде. Қалешіктер ме? Мен жаман үй болдым ғой. Өтірік алтын беріп алдым ғой мен негізі. Директорға айтамын болсын. Егер Нұрсұлан апай көріп отырсаңыз, алтын белгісін алып қойыңыздар. Илали медаль алып қойыңдар ғой. Ломбардта жатыр. Олимпиада дайындаламын деп көп уақыт болған жоқпын да мен. 3 жыл болған жоқпын ғой 9-дан 11-ге дейін. Қаяқта болған жоқсың? Сабақ көп сабақ жіберіп алдым да мен. И андай тек қана бір сабақты оқи беріп андай бос неге үйреніп қалғанмын да өзім бос режимге. КБТУ-ға бүйтіп барып или ноға түсіп өзім қинағым келген жоқ та. Самай қалдым негізі. Живой пример бар мысалы. Өзім қатты қинағым келген жоқ бір нәрсе. 4 жыл қинамай келіп мысалы. Ол адамға байланысты ғой. Адамға байланысты. Мен әлі сөйтіп тұрмын ғой. Нашар адам болып тұрсың ғой сен. Санжар жаңа өзі айтты ғой. Негізі нашар адам. Біраз адамдар айтты деді мысалы сен түрің Казгуге келеді. Сонда Санжар тыңдадың мысалы. Мен ойнап айттым түрінде. Жоқ, негізі бұл нормально. Казгуге сәйкес келесің, оқыған саған келетін сияқты деген сияқты. Соған Казгу более подходит деген сияқты айтады ғой. Соған сен сүйеніп, соған сен алданып қалдың ба? Мен түрім қаққа келеді мысалы. Сен түрің ауылға чемпион дейді ғой. Мен айтайын, менікі қызық болса, қызық емес болса өткізгеніңізде осы жерін 5 минутта айтамын. Мен СУ-да енді шынымды айтайын осы жерде. Ішкі жан сырым деп ше. СУ-да негізі 50-50 деп айтайын, СУ-ға таңдауым себебі ше негізі. СУ-ға түсем деген сияқты қатты ой болған жоқ. Түсуде негізі СУ-дің шамалы авторитеті, престижный университет екенінде әсер етті біріншіден. Сосын мамандық таңдағаннан кейін көбіне жаңа айтып отырсың ғой жаңа Қазақ ұлттық университеті көп шығармалардан неде кездесті деп. Негізі мен соңына дейін негізі сол Қазақ ұлттық университетіне тапсырғым келген. Кішкентай кезімнен сол жаңағыдай. Ең бірінші ашылған демеймін жаңағыдай. Базасы жақсы қалыптасқан, сондай менің мамандығымда сол университет жақсы оқытады. Негізі маған да көбісі айтты, сол университетке тапсырсаң дұрыс деген сияқты. Мектептегілер СУ деп сөйтіп ортасында қайсысын таңдадым да білмей жүрдім да Қазақ ұлттық университет деп таңдадым. Сосын апрельде, сәуірде КВН-нің арқасында СУ-ға журналистика грант ұтып алдым. Сөйтіп СУ-ға бардым да айтуға болады. Бірақ қазір СУ-да оқып жатқанымда уже өкінбеймін. Басында түсетін кезде сондай жаңағыдай. Гранттың арқасында бардым, бірақ журналистика мамандығына емес, СУ-ға сол жаңағы неге. Солай таңдап бардым, грант бергесін. Бірақ ары қарай уже қазір оқып жатқан кезде еш өкінбеймін негізі. Казгудың нелерін айтып берді, тоже маған онда жамандамай ақ қояйын. Сен бағана айттың ғой мысалы. Сен не деп отырсың сен? Казгуда грант болды дейді, не? Бірақ философия. Иә, философия болды, иә. Если менде журналистика, Казгудың журналистикасы мен СУ-дің журналистикасы болса, сол 11-ші класс кезінде Казгуды таңдайтын. А қазір бірақ СУ-ды таңдаймын. Жоқ, сен мысалы, сенде мынандай жағдай болып тұрған сияқты ғой просто. Сен жаңағы ішкі грант ұтып алдың, сөйтіп СУ-ға кетіп. Иә, бірақ ол
сөйтіп СДУ-ға бардым, бірақ журналистика мамандығын өтіп барған жоқпын. Сол уже сонда сөйтіп жаңағыдай СДУ-ға бардым, бірақ қазір еш өкінбеймін негізі. Сен бір өкінесің бе деп сұрады. Айтып қоймайын. Өйтіп бай СДУ-ға барғаннан кейін негізі көзің ашылады. СДУ-ға барғаннан кейін өкінбейтін сияқтысың ғой сен. СДУ деген құрметті достар, Сүлеймен Демирел университеті егер түсінбей жатсаңыздар. Комментарийде кездесіп жатсаңыздар. Иә. Түсінбей отыр. Қаскелеңде орналасқан свет тақпайды. Өтіп реклама жетпейді ме? Инияз туралы айтайын. Инияз қандай университет ал? Инияз көбісі біледі. Үлкен кісілер біледі. Жоқ, оны айтпай ақ қояйық, келесі сұрақ. Инияз Казгу деген баяғыдан келе жатқан университет ғой. Бля, мінекам, как раз отыр екен. Өледі сонда. Жоқ, өлмейді, ұрпақтары жалғастырып. Сталинді көрген университет ғой. Қой. Содан мамандық таңдадық, университет таңдадық. Тағы келесі қандай сұрақтар болуы түлектерді қызықтыратын. 5 жыл лицейде оқисың, сондай бір аквариум деп айтады, сода оқып университетке барғаннан кейін алғаш әсер қалай болды? Мысалы, төрт универде әртүрлі деп айтуға болады. Мысалы, Нуда еркіндік, мысалы, Инязда қыздар көп деп атады, мысалы, Казгуда ауылдан келетін жаңағыдай көп қой, бәрі Казгу деп ше. Мен сияқтылар ғой. Иә, сен ауыл жақтан келдің ғой, мысалы. Сондай сияқты ше, СДУ-да жаңағыдай көбіне лицей бітірген адамдар деген сияқты ше, бәрі. Сондай сияқты енді айтсаң ойыңды. Более жұмсақ варианттан. Дұрыс айтқан. Как первые ощущения в Казгу? Басында бір түрлі болдым. Енді ашып кеткенде ашып барып жоқ, мен 5 жыл лицейде оқығаннан кейін и барсам, кабинетке кірсем, қыздар отыр да. Түсінбей қалдым да. Жоқ, басында бір түрлі білдім да. Енді қақтам дейін сөйлескенім ғой дейді. Жоқ, лицейге қарағанда сабақтар системасы басқаша болды да ол жақта. Более бағана айтып отыр, свобода дейді да. Лицейде еркін жүріп үйренгеннен кейін ар жаққа шамалы қысылып қалдым да. Таргөлік кипай қалдым. Лифтке үлгермей қалдым. Қысылып қалдым дейді. Мыналар Инязда оқисың ғой, журналистсің ғой. Сөз қадірін түсінбеген. Қысылғанда қандай шешімде болдыңыз? Любой адамда болады, адаптация басында қиын беріледі. Бір ортадан екінші ортаға барған кезде болатын қиындық. Бұл бәрінде болады қиындық деп ойлаймын. Ал бұндай особенно ғана қатты ештеңе болған жоқ. Қыздар деген отыр. Сен қызым екен. Сен бәрі күтіп отқан сияқты соңынан айтсай. Қандай екен деп ноуды біліп алайын. Бірінші өзімнің сезім ба универге барған кезде. Үйрену қалай болады? Енді біз бір класстан 3-4 бала болып, жалпы біздің мектептен 8 бала болып түстік қой. Басында солармен жүрдік, қатты жалпы күн 2-ге бөлінеді деп айтсам болады университетте. Кешке дейін сабақ болатын болса, кештен кейінгі өмір, студенттік өмір деген сияқты ол 2-ге бөлуге болады. Түске не оқишы болсын? Түске Яғни кешке дейінгі азаннан кешке дейінгі сабақтың сабақ уақытындағы студенттік өмірді бірінші айтатын болсам, ол кезде тек мен емес қой, университетке бәріміз келіп жатқандай барлығымыз жаңадан келіп тұрып, барлығымыздың көзіміз жан-жағымызға қарап, бір-бірімізге қарап, бәрімізге қызық, бәріміз бір нәрсені түсінбей жүреміз. Ол кез қиын болған жоқ болғанда, повседневно бәрі бірдей сөйтіп жүрдік. Енді сабақ уақытын алатын болсақ, осы кезде адамдардың арасында өзгешеліктер байқауға болады. Кейбір адамдар кітапханада отырса, кейбір адамдар спортпен айналысып отырса, кейбір адамдар просто достарымен уақыт өткізеді деген сияқты. Және дәл осы кезде адамдар өздерінің достарын табады университетте. Сен бірге класстас болып келгенімен адамдардың
интересі бірдей емес. Мысалы біреу спортты қатты жақсы көрсе, біреу сабақ қатты оқығысы келеді деген сияқты. И мен өзім мысалы спортқа жақын болдым, қазір де жақынмын негізі. Мен қазіргі достарымның бәрі спорттық спорттық емес бұл жерде. Класстастар ма? Интересім жоқ. Қазір достарым, университеттегі достарым. Орта ма? Иә, ортам. Көбінесе футболисттер, футбол ойнайтын балдар, сондай. Командаға тамаласыңдар ма десе, бірақ басқа ойнайды ғой. Класстастарымызбен әрине араласамыз, жақсы, өте жақсы. Бірақ оның екеуі мысалға бір өзінің программасымен айналысып жатыр деген сияқты, біреуі тағы басқа бір нәрсемен айналысады деген сияқты. Яғни олармен көп уақыт өткізе алмаймын. Өзіміз жиналып тұрамыз, бірақ менің қазіргі ортам солай жиналды деген сияқты. Спортшылар. Спортивный команда. Неде? Ал мен соңынан ғой сен. Енді менде де сондай болды жалпы. Енді ойлайсың ғой былай барғанда лицейде 5 жыл ұлдармен оқығаннан кейін қыздар болса екен бірыңғай группада деп ше. Құдай берді сол арманды. Бардым группада 20 ма сондай қыз бар. 3 бала болдық бірінші семестрда. 20 қыз, енді ощущение так. Құдай қашты. Айта алмаймын енді ощущение, ол қиын. Сөйтіп бардық, кіріп танысып жатырық уже. Лицейде де өйтіп былай. Вообще қыздармен сөйлесуімді айтпай ақ қояйын. Сөйлестім негізі тәрбиешім мен класс жетекшім көріп отырса кешіріңіздер. Сөйтіп сөйлестім. Енді универге барғанда бөлек болады ғой енді бірыңғай бір сабақта неде тығылмай еркін сөйлесе бересің. Сәл біртүрлі болды, мындай үйренісу ше уже. Бір аптадан кейін ба нормально болып кетті, ары қарай уже күнде көріп жүрген адамдар болғаннан кейін үйреніп кетесің. Қазір екінші семестрден бастап оқыдық, 2 ғана бала оқыдық. Құдай қаласа келешекте өзім оны оқимын. Или ол ғана бала. Жоқ енді жалпы былай универге үйрену негізі қиын болды. Қазір де қиын деп айтсам болады, өйткені лицейде, жалпы мектепте оқығаннан кейін ата-анаң бүкіл қасыңда, басқа да тәрбиеші, достарың, сыныптастарың болғаннан кейін бірге бір неде жүресің, ал универде көбіне еркін болды да, сондықтан кейде сабақта ұйықтап қалу дейтін менде көп болды өткені ше. Басында мен сен түсінемін. Бірінші семестрде зорға жаттым жаңағыдай кейбір сабақтарды ше, өйткені сабақтан қалу жаңағыдай көп болып кетті. Мұғалімдердің ше лицейде сабақтарын көп оқымағанға кейбір сабақтарды вообще қақпағанма десем сондай өкіндім да. универге мысалы ағылшын, орыс тілі деген орыс тілі деген сабақтарды мысалы лицейде жүрсеңіздер оқып кәдімгідей база қалыптастырып алу керек екен. Универге барғанда что қиналмайтындай ше. Менде сол жағынан сабаққа жалпы үйрену жағынан қиын болды. Ал басқа да достар табу жаңағыдай университеттегі студенттің өміріне ондай ешқандай қиындық болған жоқ айтамын. Қай универге барсам да сондай орта табуда менде қиындық болмайтын сияқты. Бірақ сонда деп басқа нәрсе айтып берейін қазір. Мектептегі сабақтар универде барлығы керек бола ма? Жоқ, барлығы емес, енді андай үшеуі ма? Үшеуі дегенде сондай өзіңе бір керек. Орыс тілі мен ағылшын тілін қатты өкіндім деп айтсам болады. Иә. Олай болса көрермендер өзінің ойымен Асылбек. Негізі университетке адаптация деген ол белгілі бір уақытта алатын процесс. Ол кез келген бір жоғары оқу орнына енді түсіп жатқан студент үшін, ол жас түлек үшін белгілі бір уақыт алады. Ол көп, 1 айда алуы мүмкін, 2 айда алуы мүмкін, бірақ одан кейін уже үйренісіп кетеді да. Мен үшін болған қиындықтар сенде кездесті, Санжарда да кездесті, сондай сияқты қиындықтар ғой. 5 жыл бірге түлек ұлдармен оқыдық. Университетке барам. Барлығымыз жинады, ана жақта бір примерно 100 шақты адам болды, соның 90 шақтысы қыз болды. Ұлдар қайда деген сол ана жақта же. Класстастар ма еді ба? Бір кабинетке бардық, 15 шақты адам қалдық. Барсам, ұлдардан мен ғана отырмын, қалған барлығы қыздар. Лицейден шыққаннан кейін уже ұяласың ғой шамалы. Былайша айтқанда жабайы дейді. Сондайсың ғой, қыздармен араласпайсың, былай жақындамайсың онша. Бірақ бір 1-2 айдан кейін уже үйренісіп кетесің да. Сондай нәрсе қиын еш нәрсе жоқ. Тек қана белгілі бір уақыт аралығын қажет етеді. Екінші курстың аяғында үйренесің ғой қыздар. Адам егер де сен общительный болсаң, тез үйренісіп кетесің. Өзіңе байланысты жалпы білмейміз. Менде 1 аптама болды сондай, даже 1-2 күн десем де болады. Оның 5-еуі демалыс. Шерханда вообще болмаған, мысалы айтқан жоқпын мысалы. Санжарды білеміз ғой мысалы. Сол лицейде оқыдың ба десем айтып.
санжар тұйық қой просто содан кейін мысалы өзінің принциптарың болған шығар деген сияқты мысалы сол адамға байланысты тұйық болсаң жүре бересің. Оқып жатқан универлерің бар ғой жалпы. Сол қандай салаға маманданған толығырақ айтып кетсеңдер және қандай саланы жақсы оқытады. Мысалы мынандай салада жақсы, мындай мысалы Нуда айтып жатыр басында айтып кеткендей медицинаға түсуге ондай қатты кеңес бермеймін деген сияқты сондай. Кеңес беремін. Естімеймін. Сол туралы бір толығырақ ашып айтып кетсеңдер универ жалпы. Мен оқытады, ішкі системасы қалай деген сияқты. Менің универім, мен оқитын университет. Төрт кәсіпкер. Ректор. Санжар атындағы университет. Кім? Сен деп айтшы. Білеміз ғой, қазір бағана айтып кеткендей көп профильді, онда өте көп мамандықтар бар. Болмайтын қуып кеткен мамандыққа дейін тауып алуға болады. Адам оқимын ғой да? Бүйтіп қарайсың, сөйтіп ойлайсың, бүйтіп барсаң болады екен. Ядерный физика дейтін сияқты. Ол нормально ғой, ол бер жағы. Ол Біз 50 түсетті соған. қаншамен? 50. 50 бірден. Жоқ, жаман ғой, мамандықтың жаманы жоқ дейді ғой. Сүйіп істейтін адам болса. Мамандықтың жаманы жоқ дейді бір электрик десең. Нормально ғой. Арзаншылыққа байланысты ғой енді. Адам өзінің Конфуций айтқан ғой. Не айтқан? Өзің сүйіп істейтін іспен айналыссаң, сен ешқашан жұмыс істемейсің деп ше. Яғни дұрыс мамандық таңдасаң, просто өзің сүйікті ісімен айналысасың, и саған ақша төлейді да. Мақұл ол. Универді айтшы. Жоқ, ол жақсы нәрсе. Сен сөзін бөлесің, сен врач. Универ туралы толығырақ па. Бұның біреуіне галошки көретін ғой. Басып жібереді. Мен универімде мынандай мамандық ерекше жақсы оқытылады, осыған маманданған деп айта алмаймын да, себебі жаңа айтқандай көп мамандықтар бар. Бірақ ішінде жақсы факультеттер химия деген факультет бар. Химия және химия өндірісі. Қалмадым. Химия факультеті, экономика мен оқып жатқан. Сөйтіп тарих дейтін сияқты жаңағыдай. Техникалық гуманитарлық мамандықтарға жақсы. Техникалықтар да жақсы. Болып тұр ғой. Медицина жоқ бірақ. Медицинадан басқасын бәрі. Военка бар еще. Бізде жоқ мысалы, ИЗУда военка жоқ. Біздің универге келіп сендер не істейсің? Платный оқисың да, сол сияқты. Бүйтіп айтсам. Бізде универ, Инязда не жаңалық десем. Біздің универ енді аты айтып тұр ғой, Инияз деп шетел тілдерін оқытады. Шетел тілдеріне бейімделген, ішінде шетелден профессорлар бар. Солар практика болады деген солай айтсақ болады. Олайша сөйлесіп, уақыт қойып деген сияқты. Тілдерге арналған. Бірақ кейбір мамандықтар бар ішінде. Экономика дегенде бар, өзім де түсінбеймін мысалы. Ода аты Инияз ба? Аты Инияз, бірақ олар не қылып жүр деймін да мысалы. Ішінде ресторанное дело деген сияқты сондай факультеттер де бар да. Керек қой? Бірақ біздің универ негізі тілдерге бейімделген да. Ал жаңағы қосымша факультеттер ғой, жаңағы экономика, соларға бір бонусы оларға тіл үйреніп шығады да қосымша мысалы. Ресторанное дело болса, оларға қытай тілін обязательно міндетті түрде оқытады деген сияқты. Өлгенде бір тілді жақсы біліп шығасың ғой, былайша айтып. Қазақ тілінде. Бұл соңына қалдырып отыр. СУ-да андай көбіне техникалық мамандықтар жақсы, IT деген сияқты. СУ-да оқысаң өзі жұмыс тауып береді деп айта аламын. Негізі былай жақсы сол мамандықты игерсең СУ жұмыста тауып береді. Сол СУ-да жұмыс істеп те қалуға болады, IT мамандығында болса. Сосын юрист дейді ғой, заң жағынан сол юрист мамандығы жақсы СУ-да. ВТИПО деп атады, сол IT ғой бәрі. Содан еліміз бойынша алдыңғы қатарлы орындарда, сосын жаңа айтып отқан экономика дейді, бизнес школа деген бар, сол факультет көбіне жақсы. Ал бірақ жаңағыдай көп бізде де тілдер, басқа да мамандықтар бар, енді олар Иниязға жетпейтін сияқты деп айтамын. Мысалы, өзіңнің мамандығың туралы не айта аласың? Журналистика СУ-да өте жақсы деп айта аламын. Мысалы, бізде еркіндік бар да, мысалы, мұғаліммен арада, мысалы, өзің ойыңды еркін жеткізе аласың, өзің ұсынысыңды еркін жеткізе аласың деген сияқты. Сосын журналистика жаңа бағалау, мысалы, неде болады? Көбіне сабақтың барлығы неде Google Classroom деген бар, сол жерде өтеді да уже. Сабаққа мысалы
кешігіп қалсаң немесе бармай қалсаң бір нәрсе жіберіп алсаң, сол Google Classroom болады, өзіңнің сол группаның ішіндегі бүгінгі өткен сабақтарда материалдарды солардан алып оқи беруге болады. Мысалы, ондай журналистиканың несі басқа жақта бар ма, оны білмедім. Казгуда жоқ бірақ. Сонысын мен айтпақшы. Сонда мысалы жақсы сол. Менікі онша емес болып қалды. Бірінші бастадым да мен сендердің артынан мықты айтып тұрсыңдар да. Казгу нашар сияқты көрініп қалды да. Жоқ, мысалы қазір көріп отқан болуы мүмкін, мысалы Казгу қандай екенін білгім келеді. Жоқ, сенің мамандығың басқаша ғой. Жоқ, мен бірақ сен айтып кетті ғой, Казгуда оқитын адамдармен араласамын да мен. Басқа факультеттерде көп достарым көп қой достарым. Яғни мысалы Индияда экономика деген мамандықтар бар. Қатты керек емес деген сияқты ше. Ал Казгуда яғни отсталый деген сияқты бір бөлек бір нашар мамандық жоқ та. Қандай факультет болса, иә, қандай факультет болса да, ол уже белгілі бір деңгейде барлығы жақсы да. Ректор көріп отыр. жоқ деп айтып жібереді. Жоқ, мен айтқаным типа мысалы 17 факультет бар ғой. Ол мүмкін емес та, оның 3-4-еуі жақсы болып қалған бәрі не средний болып. Әйтпесе оның рейтингі ондай жақсы болмайды да. 80 жылы ашылған, мысалы. Казгу. Сондай емес па? 34 па сондай. 87 жыл болды. Есептеп жүрмін. Көңіліңіздің мақтаметті себебі математиканы ашады. Сол үшін журналистпін десе. Жоқ, ол үшін емес, жүрек қалған. Сен КВН-нен. Иә. Ал, МУ университетінің туралы білейік енді. Ішкі жағдайы, мамандықтары деген сияқты. Мен қазір барлық мамандықтары жайлы жақсылап оқымағаннан кейін айта алмаймын. Есту бойынша, көру бойынша. Мен қазір айтқан нәрселердің барлығы тек өзімнің ойым сияқты болып кетеді. Өйткені дұрыс әлі оқып білмедім, қайсысында не бар екенін және себептерін де айта алмаймын. Барлығын оқуын түсінбедім. Жоқ. Тоже. Жоқ. Кесіп. Бұл жерде оқу деген мамандықтар оқушы емес, мамандықтар туралы білу, неге апарады, неге жетелейді деген сияқты нәрселерді оқымадым деп тұрмын. Сондықтан айту қиындау, бірақ жалпы өзімнің көзқарасым бойынша айтатын болсам, инженерлердің сабағы қиын деп айтады бізде. Мүмкін бұдан мынандай вывод жасауға болады, что біздің Назарбаев университетінде оқитын болсаң, жақсы инженер болып шығасың деген сияқты. Бірақ бұл точно деп айта алмаймын. Бұның айтып тұрған себебім просто инженерді оқып шығу қиын деп айтады. Сол үшін мүмкін мықты инженер болып шығуға болады если оқитын болсаң. Деген сияқты ғана вывод айта аламын. Жақсы негізі, мен қосыламын. Мен де инженериясын оқымағанмын. Сосын қиын деп қой. Қиын боласын түскен жоқсың. Таныстарымыздан естиміз ғой мысалы. Оқу қиын боласын. Сыныптастардан сұрайсың ғой. Айтады бізде инженерия қиын дейді мысалы. Бізде да қиын мысалы, оны айтып кету керек. Уақыт үнемдеу үшін сорпашы шығу, мысалы тамақтан шайнамау үшін ше. Не үшін? Баяғыда бір ғалым болған егесің де. Нөл оққан дей ма? Жоқ, мысалы, СУ-да айтып отыр, қиын жағында айтып кетейін, мысалы, СУ-да IT саласы өте қиын деп айтуға болады, мысалы. Оққанда как минимум 4 жыл оқисың ба, как минимум 2-3 ретейк аласың. Ол уже сабақ жақсы оқысаң да білмеймін неге екенін ше, бірақ әйтеуір бәрі сөйтіп айтады уже. Ретейк аласың, оны мысалы ескеріп келу керек та, сосын. Если ақылы оқитын болса, ақылы оқуда қиын. 1 миллион сондай. IT любой жерде қиын сияқты да, мен ойымша. Біздің университетте мысалға IT оқитын факультетте көп адамдар қиын деп жатады да. Өзім оқып барып көрмеймін, бірақ. Жоқ, оқи алмайтын адам ғой, IT ол кез келген жерде қиын, сан жерде дұрыс айтады. Мен всегда дұрыс айтамын. Ол жауапкершілікті көп қатты талап ететін нәрсе. Тем более қазір заманауи әлем деген сияқты соған байланысты ертең айтишниктерге де көп нәрсе байланысты болады мысалы. Сол үшін қиын болады дейсің ғой? Иә, сол үшін. Мен просто жаңарулар көп болып жатқан шығар, ол факультетте мамандықта мысалы біз білмейміз ғой. Сол үшін оларға қиын шығар дегенім ғой. Иә, бірақ басқа университеттен көп естимеймін, ретейк алып жатыр. Просто СУ-да оқып жатқан бір группада мысалы бір-ақ адам уже бірінші семестрден грантта қалуы мүмкін, біз вообще қалмауы мүмкін деген сияқты сондай бір нелер бар да. Не болып кетті дейтіндердің бәрі IT-дан келеді ғой сондай адамдар. Үй сабақ отырады да ема жалып жүреді. Оқу ешқандай экономист өйтіп айтатынын естіген жоқпын да. Жалпы осы универде оқып жатқандарына мысалы сіздер 3 жыл болды да, 3-ші курсты бітіріп жатсыздар. Универге алғаш барған кезде қандай ожидание реальность болды? Және университетке барған кезде жас түлек не нәрсеге дайын болып бару керек? Мен айырам деп ойлап бардым сабақты. Сөйтсең айырмай қалдым. Басқа да жағынан мысалы. Жоқ, ойнап айтамын.
мысалы әр университет әртүрлі, жаңа Асылбек айтқан сияқты. Мысалы бір университетте студенттік өмір жақсы да, мысалы комьюнити дейді, студенттердің өзара қоғамдары жақсы. Бір университетте білімге қатты қарайды. Бір университет мысалға бітіргеннен кейін жұмыс беру үшін оңай табуға көмектеседі деген сияқты. Әртүрлі университеттің әртүрлі жақшылығы бар да. Оған смотря қандай адам не университетке баратын кезде не нәрсені керек етіп барады, соған байланысты да. Өкініші. Мысалы мен Казнуға түскеніме қатты өкінбеймін да. СЗУ-дағы или НУ-дағы сияқты қатты бір андай студенттердің несі жоқ та. Студенттік өмір деп айтамыз ғой. Не айтады? Қиыншылық па или қалай? Жоқ, болады ғой. Дебат клуб бірдеңе деген сияқты. Ондайлар бар, бірақ мен ойымша мысалы Казанда қайта көп сияқты сондай нәрселер, жаңағыдай волонтерство деген сияқты тарту. Мен просто білмей жүрмін ба. Қалай білмеймін. Жоқ, мынандай сен айтып келіп тұрған осы сияқты жатақханада қызықты студенттік өмір азырақ деп тұрсың. Бізде мысалға жатақхана естуім бойынша сендерде корпуспен үлкен 4 жатақхана бар да? Иә, оны айтпақ жатақхана туралы айтып кетейік. Жатақхана, барлығы бір зданиеде тұрады да мысалға. Ал бізде әр факультеттің өзінің бір жатақханасы бар. Бөлек-бөлек, кәдімгі жилой дом сияқты бүйтіп әр жерде тұрады да. Бірақ бір городок қой, бір қатты алыс емес қой. Маған алыс қой. Сен жүресің ба бірдеңе ғой? Жоқ, бұларда басқаша. Мысалы Бізде басқаша. Бізде тоже басқаша. Мысалы, мен естуім үшін Назарбаев университетінде сыртқа шықпайсың да, мысалы жатақханадан университетке жету үшін. Иә, тубамен іштен прямой барасың. Ішпен жүре бересің деген сияқты. Қысқа шорты футболкамен жүре берсең болады. Санчо не нәрсе жаңағы ожидание реальность еді ғой, абай соған не айтасың мысалы? Нені күтіп бардың мысалы, барғаннан кейін ё-моё деп қалдым. Иә, сондай қандай болды жалпы? Соны айтайықшы. Ой, сен қалай болды? Айтшы соны. Қызық болып тұр маған. Мен университет жалпы университет деген понятие ғой, мен қазір отырамыз. Университет жалпы более свободно. Сабақтарды өзім таңдап деген сияқты расписание құрып солай жасаймын деп ойладым. Болмай қалды ондай. Сол ғана ма өкінетінің 3 жылда? Бақытсың. Өкінетін дегенде қалғандарын мен общага алыс деп барасың ғой. Общага алыс деп жатсың, соны өкінбей. Общага тұрған жоқпын ғой. Не болып жатыр? Алыс болғанда не деп жатсың? Алыс болғанда өкінемін, маған алыс деп жатсың. Оны не айттым мен? Көмекті көрмеген шаман қызықта адам екен. Ішіп отқан тошысың ба? Азыңе көрмейсің. Қоңқыт бол. Не айтқан білмей отыр ма? Бірінші курс болып жаңа жоғары оқу орнына барған кезде енді көп лицей түлектері мысалы общительный келеді ғой, былай қарасаң бір-бірімен дос ретінде ақыл кеңес сұрап, сондай нәрселерді болашақ университетінде сондай адамдар табылғанын қалайды да. Лицей бітіресің, барлығы жан-жаққа бөлініп кетеді, бір-бірімен хабарда болып көрісіп тұрасың, хабарда боласың енді, бірақ көрісіп тұру енді әркім әр қалаға кеткеннен қиын болады да, былай қарап тұрсаң. Әркімнің өзінің сабағы бар деген сияқты. Содан кейін менде мынандай нәрсені күттім да, сондай лицейдегі сияқты өзімнің сырласа алатын адам болса екен университетте. Бардым, бірақ ондай адам таппадым да. Неге? Өйткені ол жақта мұғалімдермен араласайын десең, олардың бос уақыты жоқ. Әркімнің өзінің жаңағы шаруалары бар деген сияқты сондай нәрсе ғой. Группада кіммен араласасың? Қыздар, наоборот, олар өздерінің проблемаларын айтып отырады. Психологсың. Салам алейкум дейсің олар. Сондай нәрсе ғой. Бір өкінбейтін нәрсем ол жаққа барған. Сонда инес қаласы сырласатын адам жоқ қой. Жүресің сосын. Сенде де жоқ қой. Бардым сосын. Университетте футбол үйірмесі болған қаладым да өзім кәдімгі. Бардым, үйірме бар екен. Баруымның бір себебінің бірі сол футбол үйірмесі болды деп айтсам болады былайша ше. Сол нәрсе енді менің ожидание реальность. Осы 3 жылда. Есіме түсті. Тош суым сағаш өткен ше. Сосын тағы не бар? Бағана айтатын ғой, бітпей қалу. Свободно деп ойлап бардым да, типа более еркін деп. Бірақ Береш қысылады. Тағы қысылады бізде. Көп нәрсе более формально болып шықты андай. Мысалы еркіндік бар сияқты ойлаймын. Осындай істесең болады, осындай істесең болады.
сайтына кірсең или көп жерде айтып жатады, сол агитация жүріп жатыр да, мысалы, бірақ барсаң, осындай жерден шектеледі да, өзіңнің қалаған нәрсеңді до конца істей алмайсың да, кейбір көп нәрседе. Халыққа басқаша айтылады, бірақ ішінде қазір студенттерінде басқаша көресің ба? Негізі бұл өтірік емес айтып отқаны. Осындай бар ма? Бар. Жасап жатыр, бірақ белгілі бір мөлшерде шектеледі. Иә, сондай сияқты. Бұл тек қана қазірдің проблемасы емес. Көптеген университетте кездеседі. Бар маркетингтің бір түрі ғой, жарнамада былай көрсетеді, бар ма бар деген сияқты мысалы. Өте орынды. Енді өзің не дейсің енді жалпы? СЗУ-да Санжар өкініп жатқан нәрсе мысалы жоқ та. Айтып отыр ғой, сабақтарда расписание өзім құрамын деп. Сол сияқты СЗУ-да мен мамандығымда жоқ енді, бірақ адам көп мамандықтар болады, IT, жаңағы юрист деген сияқты көп нелерде сабақтарда әркім өз расписаниесін өзі құрып алады жаңағыдай. Және екінші СЗУ-да андай қаладан алыс ше, оны енді оны да біліп бардың ше. Бәрі біліп бардың. Жоқ, пробка дегенде ол да бар, просто қаладан алыс енді студент болғаннан кейін шамаландай бір қызығушылықтар керек қой, ама қуғын келеді деп ше. Енді көп емес, бәрі орнымен Алматыда қыдырғың келеді не, енді көбісі сөйтіп барады ше, енді универге бірақ енді оқып барамын дейтіндер де болады ғой. Сондай жағына барсаң, СЗУ шамалы қиындау енді. Бірақ бір жағынан мысалыңызды білейік. Сендерде типа СЗУ-ның ішінде именно СЗУ-ның студенттерінің арасында көптеген нелер болады, шара көп қой сендерде. Иә. Сол мен ойымша не сияқты, қаладан алыс болғанда компенсация сияқты да. Қалада қыдырмайсың, қумайсың да, бірақ СЗУ-ның ішінде сол сияқты более-менее қызықты шаралар болады. Иә, бар негізі ондай тұрарлық, просто не істейсің баса қалаға шығып кетесің универдің ішіндегі. Шерхан мысалы, сенде қандай болды жаңағы Назарбаев университетіне барғаннан кейін? Мен шыны керек, өкінетін еш нәрсем жоқ. Өкінетін барлық нәрсе көңілімнен шығады. Барлығы ойымдағыдай да, білмеген нәрсем де, новыйдан көріп жатқан нәрсем де барлығы ұнайды, барлығы ойымнан шығады. Опа, бағаннан бері айтып отырып қой, мысалы, нуда жаңағы қыста шортик футболкамен жүре беруге болады деген сияқты. СЗУ-да жатақхана қымбат деген сияқты. Сол қайда тұруға болады, студент болып, жас түлек болып барғаннан кейін, мысалы, осы біздің оқып жатқан универге мысалы түссе, соған лайфхак деген сияқты, кеңес деген сияқты бір айтайықшы, пайдалы болу үшін. Жатақханада бір концентрациямен сабақ қиын болады да. Бізде сондай болған үшін мен өзім тұрғым келген жоқ бір жағынан. Яғни адам көп жерде, естественно, шумно болады ғой. Бұлайға адамдар өтеді, таныстар көп болса, тем более олар келеді, әңгіме айтқысы келеді деген сияқты болуы мүмкін. Сол жағынан қиын болмаса, ал егер сіз жаңағыдай экстраверт өте андай көрінді отырмайтын адамдар болады. Ал? Самалдың ішінде мықтысы болса, оқуға болады сабақ. Несі болса? Ешкімге мән бермей ше андай. Мен ондай емеспін просто. Андай общительный өте сондай адамдар болса, қасында әңгіме айтқысы келетін адамдар іздеп тұратын неге. Болады да тұруға. Мен өзім табиғатыма келмейтін боласын, тұрған жоқ. Опа, жаңағы жатақханадағы сабақ оқуға байланысты, жатақханада студенттерге жасалған жағдайы да әсер етуі мүмкін ғой сабақ оқуға, мысалы. КЗУ мен НУ-дың жатақханасының жағдайын салыстыруға келмейді ғой, мысалы. Негізі Санжардың айтып тұрған бір жағына келсем, сабақ оқу қиын, мынандай случайда достарың келеді, өтейік, далаға шығайық, футболға көп алаң өтады ғой. Кеттік университетке барайық деген сияқты, киноға барайық деген сияқты нәрсе айтып отвлекать етеді. Бар, бірақ мысалға бізде айтатын болсақ, емтихан кезінде, сессия дейді ғой, файнал емтихандар кезінде, мидклар кезінде айтуға болады, университеттің 90-95%-нан көбі тек сабақ оқиды мысалы. Далада бір нәрсе істеп жүрген адамды аз көресің өте. Барлығы тыныш болып, кітапханалар полный болып тұрады. Кітапханада орын таппайсың, адамдар сол жақта қонып сондай болады. Оған ешкім оқымайды дейді ғой. Сен жақтағанда оқиды дейді. Қимайды. Ол абыл сөйлеп жатқанда ол да бір жағынан шындық. Адам өзін басқаруы да қиын ғой негізі. Иә, сондай. Біз өзіміз сондай адамдардың ерекше қасиетіміз ғой. Тақалғанда істейтін ше. Іш ауырғанда жүгіреміз ғой бәріміз. Бір тапсырма орындауға бір ай уақыт болды. Жүрдім. Бір күн. Соңғы 6 минутта істедім. Жалынып еще біреуге. Көмектесіп класстастарым. Ондай болды. Әсіресе тем более лицейдің түлектеріне. Сөйтіп істеп өткізесің да.
келесі жолы осы еще ренжіп отырасың ба неге ала алып қалдың деп өзім ақсай жоқ типа сөйтіп нормально істесең кім поперечный бір несінде бар ғой сөйтіп нормально өткізесің да сұрақта ше әйтеуір өтіп кетеді басын қатты келесі тағы дәл сондай сұраққа берсе ема мен осындай уақытта үлгердім ғой келесіне одан да аз үлгердім дейді да челлендж ба өз-өзіне өзі тастап ше осы мында ше анау университет 24/7 ашық тұра ма иә кітапхана типа екіге бөлінген деп айтуға болады. Екіге бөлінген емес, бір здание, бірақ артқа бөлігі новыйдан салынған, созылып. Ол жер 24/7 жұмыс істейді. охранник жоқ деп. Охранник кіретін жерде отырады. Кіресің. Түнде яғни уақыттар бар өзінің азанда, 9-дан бастап кешкі 8-9-ға дейін жұмыс істейтін болса, ол кезде кітап алып тапсыра аласың. Ол уақыттардан бөлек уақытта, яғни алған кітаптарын оқи бересің, иә? Жоқ, ол жерде кітапхана ашық, алып сол жерде жүріп оқи берсең болады негізі. Одан бөлек кітапхана ашық, сен любой уақытта барып отырып, ноутбугымен отырып, просто өзің оқысаң да болады деген сияқты. Мысалы, СУ-да универ кешкі сағат 9-10-дарда жабылады, есігін жауып шығарып жүреді охранник. Мен түнге дейін жүріп көрген жоқпын универде. Бізде жатақханада 24/7 ашық негізі. Жатақханада жабылады бізде, 10-да, қыздардікі 9-да жабылады. Бізде 11-де ма? Дұрыс уақытта демейсің, қызыңмен десең ойнайды. Ой, керек, пешенікші. Я шаршаттым да. Ал, сонымен енді қорытындылайық. Құрметті көрермендер, біздің YouTube каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі шығарылым қандай болсын, қандай адамдарды көргілеріңіз келеді, соларды білдіріп жазып кетсеңіздер, біздің келесі жұмысқа үлкен қолдау, шабыт сыйлар еді. Және де бұл біздің алғашқы шығарылымыз, қатты сынамаңыздар. Келесі видеоларда міндетті түрде сапалы дүниелер айтып, сапалы дүниелер шығаратын боламыз. Сол бүгін біздің видеомызды аяғына дейін көргеніңізге рахмет. Если что, режимистер анамны болатса видеоның соңғы актор до конца көрдің. Все, рахмет. Соңында дейін көргендер үшін анекдотты Ода кеттік. Ады шей құтты болсын. Коронавирус. 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 Коронавирус.